мен сендерге асық алып келдім. Асық қазақ халқында асықпен ойналатын ұлттық ойындар өте көп. Соның бірі балалар хан талапай ойыны. Хан талапай ойыны ол төзімділікке, шапшаңдылыққа, дәлдікке, нақтылыққа үйретеді, дағдыландырады екен. Хан талапай ойынның бір ерекшелігі, ол балалар 21 асықтан, 51 асықтан, 101 асықпен ойнатылады екен. Тағы да ерекшелігі, оның ішінде ерекше бір асық бар. Ол асық хан асық деп аталады. Хан асық қызыл қына түспен боялады екен. Балалар, хан талапай ойынның ережесін және шартын сендер түсіндіріп жіберейін. Хан талапай ойыны 5-6 және одан да көп балалармен ойнала береді. Ең әуелі балаларға бастаушы талапай табылды ойын алақай деп асықтарды шашады. Ал сол қатысушы балалар асықтарды өздеріне жіберіп, хан асықты бір бала алады. Кімде хан асық бар, сол бала бірінші ойынды бастайды екен. Балалар қолдарындағы асықтарды санайды, кімде қанша асық барын, және сол асықтың ішінен өзіне бір саққа сайлап алады. Қалған асықтарын ортаға келіп тізеді екен. Кімде хан асығы бар, сол бала ойынды бірінші бастайды. Егер ортадағы асықты тигізіп құлатса, асықтарды ату арқылы, онда ол бала ойынды әрі қарай жалғастыра береді. Әрине. Ал егер кім асықты атқан кезде тигізе алмады, ол балаға біз сұрақ қоямыз. Сұраққа жауап берсе, ойын ережесін әрі қарай ойнауға мүмкіндік болады екен. Осылай ортадағы асықтар аяқталғанша, біткенше асықтар ойнала береді екен артып. Түсінікті ме? Ал енді мен сендерді асық ойыны алаңына шақырамын. Жүріңдер. Балалар, ал хан талапай асығын мен қазір ортаға шашамын. Талапай табылды ойын алақай. Менде 3, менде 4. Тамаша, кімде қаншасы? Мен аналам. Өте тамаша. Ал хан асық кімде екен? Мансұрда, хан асық. Жақсы. Енді осы асықтардың ішінен бір сақа таңдап алыңдар. Қалған асықтарды ортаға тізе қойыңдар. Хан асықты асықтың дәл ортасына тізетін боламыз. Хан асығында алған бала Мансұр ойынды бірінші бастайды. Әрі жалғастырушы Мансұр, мен саған сұрақ қояйын. 5 саусақтарды шы. Бас бармақ, ортан терек, сылды сүрмеу, кішкентай бөлбек. Жарайсың Нұрғиса. Ал кезекті Нұрғисаға береміз. Маған сұраққа жауап бере қой. Қазақтың ұлттық ойындарын атап беріңіз. Атқан тартыс, асық ату. Ой, бәрекелді, тамаша, кәнекей. Асық ата ғой. Тамаша, балалар, осы ойында сендер керемет ойын көрсеттіңдер. Және де ең мерген бала деп біз Мансұрды айтамыз. Кәне қошеметтеп қояйық. Ал тапқыр баламыз, ол бізде Нұрғиса баламыз. Кәнеке қошемет Нұрғисаға. Және алғыр баламыз, ол біздің Шынтас ұлымыз. Кәнеке қошемет. Балалар, осы ойында сендер өте белсенді және дәлдікті көздедіңдер. Рахмет балаларға.